Ал балалар бүгінгі сабағымызды әсем күйдің, әуеннің, бидің ырғағымен бастағым келіп тұр. Көңілдірек болайық. Билерің өте әдемі болды. Бүгін біз қазақ тілі сабағын керемет бимен, әннің әуезінде бастадық. Ал балалар, қазір барлығымыз тақтаға шығамыз. Бүгінгі сабақта келдер. Өткен сабақты қорытындылау үшін керемет бір әдіспен өтілген тақырыптарды қайталап аламыз. Кәне бөлім тұра балдар. Міне менің қолымда сиқырлы қаламша бар. Осы сиқырлы қаламшадан біреуін алып, берілген сұраққа жауап бересіңдер. Дайынсыңдар ма? Керемет. Кәне. Біреу аспаймыз. Кәне, барлығымыз сұрақтарымызды ашып оқимыз. Кім сұраққа дұрыс жауап берсе, сыйлық алады. Кім бастайды? Диалект сөздерге мысал келтір. Диалект сөздерге мысал келтір. Диалект сөздер әдебиетінде олардың баламалары болады. Дұрыс. Мысалы, тәртіп, нұсқау, бұйрық, қабырға, шар, шалбар, сым, тағы да басқалар. Аяжан дұрыс жауап берді ме балалар? Жарайсың, Аяжан. Диалект сөз дегеніміз белгілі бір ауданға, аймақта ғана айтылатын сөздер екен. Жарайсың. Дұрыс, өте жақсы. Ол сөздерге ұрғады дегенде қолды болды дейді. Кім тағы көмектесе алады эвфемизм сөздерге? Өте дөрекі, әдепсіз, құлаққа жағымсыз естілетін сөздерді сыпайылап, әдеппен жеткізетін сөздер екен. Кім көмектеседі? Мылжың сөз бар. Сөз бар. Мылжың дегеннің орнына сөз бар дейді екен. Біреуді өлді демейді, не дейді? Дұрыс айтасың дейді. Керемет, сенің бүгінгі жеңісің үшін осындай қарындаш сыйлыққа тартамын. Кім айтар тағы? Сенің Термин сөздер деп қандай сөздерді айтады? Термин сөздер ғылым мен техниканың өндіріс пен шаруашылықтың белгілі бір саладағы сөздерді термин сөздер деп айтамыз. Мысалы, фонетика, мерзина, құн, айналым, қосымша, энергия және тағы да басқа сөздер. Дұрыс айтасың. Ғылым мен техниканың әрбір саласында қолданылатын сөздер болады екен. Мысалы, математика пәнінде қандай термин сөздерді қолданасыңдар? Квадрат, куб, тағы басқа шашы. Естеріңе түсті ма? Жарайсың бұл сөздің. Керемет. Неологизмдер дегеніміз не? Неологизм дегеніміз ғылым мен техника мен өндіріс пен шаруашылық. Тоқта. Неологизмдер не деген сөздер олар? Жаңа сөздер. Кім айта алады? Неологизмге қандай мысалдар айта аласыздар? Мысал кішкене термин сөзбен қателесіп кетті. Жағдаят, үнтаспа. Дұрыс айтасың, жағдаят, үнтаспа. Ермек саз, сосын саяжай. Тағы жаңа сөздер. Жаңа өмірдің, қоғамның өзгеруіне байланысты біздің тілімізге жаңа сөздер еніп отырады екен. планшет, менеджер, дұрыс. Сияқты сөздер, өте жақсы. Күмісайға көмектестіңдер. Тағы кім? Кәсіби сөздер дегеніміз не? Кәсіби сөздер дегеніміз адамдардың бәріне түсінікті бола бермейтін, тек кәсіппен шаруашылықпен айналысатын адамдар ғана қолданатын сөздер. Кәсіби сөздерге бөлінеді. Біріншісі қолөнерге байланысты, екіншісі ауыл шаруашылығына байланысты, қолөнерге байланысты, шербек араның үлкен туы, өте жақсы дайындалып кетті. оятын құрал. Ақерке өте жақсы, дұрыс. Енді
Осы сөздерді дұрыс айтып тұр ма балалар? Иә. Мысалдарды. Шербек деген не екен? Сөздер дегеніміз ол көптеген Иә. бөлінетін сөздер. Көнерген сөздер, өзі аты айтып тұрғандай көнерген сөздер. Ол көп түрге бөлінеді. Иә. Көнерген сөздерде Тыңдаймыз бір-бірімізді, иә. Көнерген сөздер, аты айтып тұрғандай тарихи сөздер. тарихи сөздер, дұрыс айтасың, белгілі бір қоғамның белгілі бір кезеңінде қолданылып, қазір не істейді? Қолданылмайды. Тек тарихи шығармаларда қолданылады. Кім толықтырады жауабын? Беріктер не айтасың? Көнерген сөздерге мысал айтшы. Мысалы, Иә. Сұлтан, хан, дұрыс айтасың. айбалта, Дұрыс, тағы найза, уәзір, есіңе түсті ма? Иә. Мысалы, ол екіге бөлінеді. Біреуі архаизм, біреуі тарихи сөздер. Архаизмге кім мысал айтады? Архаизмге. Мата атаулары, әдет, ғұрып, салт, иә? Дүрия, өте жақсы, Жанерге бүгін тарихи сөздерді қайталап келіпті. Жарайсың отыр. Есіңе түсті ма? Иә. Қане, кім тағы? Иә, Жанерге, мына жақын айта ғой. кәсіби сөздер дегеніміз бір кәсіппен Байланысты. сөздер. Олар да екіге бөлінеді. Дұрыс. Өнер және де ауыл шаруашылығы. Дұрыс. Бұл өнерге шербек араның үлкен түрі. Қышқа. Араның кіші түрі. Өте дұрыс айтасың. Зергерлер қолданады, иә мұны? Иә? атауы шелес суырғыш. Ауыл шаруашылығында терімші, мақта теретін адамдай. Дұрыс. Керемет. Барлығы мықтысыңдар. Барлығың өткен сабақты меңгеріп, түсініп жүргендеріңді көрсеттіңдер. Енді бізде Нұрдана қалды. Солай ма? Кәне Нұрдана? Көнерген сөздер. бұрынғы заманғы тарихта Қолданылған. қалып кеткен сөздер. Өте жақсы. Мысал айтып жібер. Мысалы, сұлтан хан, Хан, сұлтан, тақта және басқа сөздер. өте жақсы, жарайсың. Кішкене толықтырып жіберіңізші мысалды. Айбалта, Айбалда, жебе, садақ, найза, дұрыс, қамзада, қаншайым, қаным. Өте жақсы балалар. Керемет, барлығымыз қол соғып, қошеметтеп қояйық. Керемет. Ал енді осы тұрған жерімізде 1, 2, 3 деп санап топқа бөлінеміз. Бірінші топ мына жерде Төле би тобы отырады. Ана жерде Айтеке би, мына жерде Қаздауысты Қазбек би тобы отырады. Түсіндіңдер ғой? 1, 2, 3 деп санаймыз. Бірінші топ Төле би тобы, екінші топ Айтеке, үшінші топ Қаздауысты Қазбек би тобы. Баста. 1, 2, 3 деп санайық. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Бірінші топ Төле би мына жерге келеміз. 1 деп. Екінші топ Айтеке ана жаққа барамыз. Ана жерге. Үшінші топ мына жерге отырыңдар. Қараймыз. Бүгінгі сабақта біз қазақтың үш биі деген тақырыпта сабаққа бастаймыз. Қазақтың үш биі кім екенін білесіңдер ғой, иә? Біздің атақты билеріміз, ұлы тұлға, 300-дің ұлы билері, Төле би, Айтеке би, Қаздауысты Қазбек туралы білетін боласыңдар. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты бәріміз танысамыз. Мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыра аласыңдар бүгін. Екінші, көнерген сөз, эвфемизм, диспемизм, неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөз, табу сөздерінің қолдану аясын түсінеді. Қолдану аясын түсінеді және ажырата біледі дейді. Осы оқу мақсаты бойынша жұмыстар жүргіземіз. Ал енді бірінші сендерге қазақтың үш биі деген тақырыпта тыңдалым мәтінін беремін. Осы тыңдалым мәтіні бойынша сұрақ құрастырасыңдар. Әр топ 2 сұрақтан бірге жұмыс істейміз. Қазір тыңдалым мәтініне дайын болыңдар.
сұрақтарды осы A4 қағазға жазып отырасыңдар. Бірінші не істейміз? Жақсылап мұқият тыңдап аламыз. Тақтары қараңдар. Осы тапсырманың дескрипторы мәтінді мұқият тыңдайды. Мәтін мазмұны бойынша 2 сұрақ құрастырады. Жалпы балл 5 балл. Ал енді сендерде мына жерде стикер тұр. Осы стикерден біреу аласыңдар да, ең соңында топты өздерің әр топ өзін-өзі бағалайды. Ал тыңдайды. 9-10 сабақ. Қазақ аңыз әдебиетінің ерекшелі жанры шешендік өнер. Халқымыздың даналығының үлгісі шешендік сөздер ғасырлар бойы халық сынынан ерекшеленіп өткен құнды мұра, асыл қазына. Шешендік өнеріне ерте замандардан үлкен мән берілген. Қазақтың шешендік сөз тарихы Майқали мен Айрас билерден басталып, Жиренше шешен, Асан Тайғы есімдерімен қалыптасып өркендей түсті. Шалкиіз, Шолтанбай, Дулат, Мұрат, Төле, Қаздауыстың Қазбек әйтекелерге жалғасты. Шешендік өнерінің кеңінен дамып, биіктеген кезеңі 15-18 ғасырлар. Бұл кез қазақ халқының жоңғар, қалмақ, Қытай басқыншыларына қарсы тұрып, өз тәуелсіздігін қорғау жолындағы күрес жылдары еді. Ал балалар, тыңдадыңдар, тыңдалмайтын. Енді 2 минут уақыттың ішінде 2 сұрақ құрастырыңдар. Бірге жұмыс істейміз. Ойласып, 2 минут уақыттың ішінде жылдамырақ тыңдауға болады. Тоқтатамыз, уақыт аяқталды. Сендерге 2 минут ғана берілген. Қане? Болды, қаламдарды қойыңдар. Бірінші Төле би тобынан бастай, Айтеке би тобынан бастай. Шешендік сөздер дегеніміз. Иә, бірінші. Дұрыс па сұрақ? Қалған топтар. Иә. Қазақтың қанша биі бар? Дұрыс. Енді сендер мына топтарды тыңдайсыңдар және өздерің бағалайсыңдар. Қанша дәрежеде сендер 5 баллның қанша баллын алдық деп ойлайсыңдар. Иә? Ал Төле би тобы. Болды ғой. Шешендік өнер кеңінен дамыған күрес жолдары қаншыншы ғасыр еді? Иә. Шешен сөздері. Бір ғана ма? Біреу ғана ма сұрақ? Дұрыс. Бір ғана сұрақ құрапты. Сендер Қазақ халқы шешен сөзіне қанша сөз бар? Екіншісі, қазақта неше шешендік сөз бар? Жарайды. Отыра ғой. Кішкене логикалық жағынан сұрақ дұрыс қылмаған екен. Әберке асыз. Енді мына стикер бекер берілмеді. Жылдам ойласып, өздерің бағалаңдар. Тез ойласып ба? Бір минут уақыт деп ойлашы. Тоқтатамыз. Ал, Айдаржан бастайсың ба? Бір-бірімізді тыңдаймыз. Менің ойымша өз тобыма 4 балл. Иә, себебі Біздердің дескриптор бойынша мәтінді мұқият тыңдады. Иә, сосын біздердің сұрағымыз өте оңай және жауабын болды. оңай болды, жеңіл болды. Сондықтан сен 5 емес қанша балл қойдың? Жарайсың, иә. Сендер қанша балл қойдыңдар? Төле би тобы. Иә. Біз өзіміздің тобымызға 3 балл қойдық. Иә. Өйткені біз бір сұрақ құрастырдық. Иә, екінші сұраққа бермей қалдыңдар. 3 сұраққа менде 3 балға менде келсем, себебі бұлар мәтінді мұқият тыңдады және сұрақ құрастыруға тырысты. Қазбек би тобы. Өзіміздің топқа 3 балл береміз. Себебі біздікі логикасыз жоқ болды. Дұрыс болмады. 2 сұрақ құрастырды, бірақ бас аяғы сөйлем дұрыс болмаған еді. Дұрыс айтасың, Әберке, жарайсыңдар. Барлығын ұқтысыңдар балалар. Енді келесі тапсырмаға өтейік.